Жақында бір ғалым кісінің лекциясын тыңдап қалдым да, жігіттер. Сол жерде әлгі кісі айтып отыр да, егер сіз баюды қатты қаласаңыз, армандасаңыз, бірақ сол ақша қолыма түскен кезде не істер едім дегенді ойланған кезде, бірден ойыңызға сап етіп, бір күнәлі істер, дұрыс емес істер, бір жаман жол түсетін болса, шіркін ақшам болса, осыны істеп тастар едім деген сияқты. Алла сізге ол ақшаны бермейді дейді. Ол жаңағы рызқы несібе сізге келмейді. Неге дегенде біз бәрібір мұсылманбыз ғой. Алла бізді жаман жолға қимайды екен, Алла бізді күнәлі істерге былайша айтқанда жібергісі келмейді екен да. Керісінше жаңағыдай баюды армандап, баюды қалап, бірақ ойланған кезде бірінші бұл ақша қолыма түссе не істер едім дегенді ойыңызға енді керісінше ізгі істер түсетін болса, бір досымның қарызын жабар едім, ағайынымның кредитін өтеп берер едім, немесе бір ауылымда ағартушылық жұмыстарыма, білмеймін, ауылда жаңағы көпір салар едім деген сияқты ізгі істер түсер болса, Абай атамыз айтпақшы, көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін деген сияқты ізгі істер түссе, және сол жолда талмай еңбектеп қимылдап жыбырласаңыз, енді жолыңыздың ашыларына, рызқы несібе сол қалаған келеріне енді еш күмәнданбаңыз дейді әлгі ғалым. Бір қызық ракурс екен, маған өте қатты әсер етті осы.